Баяғыда бір әйел болыпты. Оның екі қызы болыпты. Бірі өте еңбекқор әрі сұлу болса, екінші қызы өте жалқау, көріксіз болыпты. Бірақ әйел жалқау қызын өте жақсы көріпті. Еңбекқор қызы үйдің бар тірлігін істеп, одан қалса көшедегі құдықтың жанында отырып, ұршық иіреді екен. Бір күні қыз ұршық иіріп отырып, саусақтары қанып, ұршығы қанға әбден малынады. Қыз ұршығын жумақ болып құдыққа еңкейе бергенде, ұршығын құдыққа түсіріп алады. Не істерін білмей қыз жылап өгей шешесіне болған оқиғаны келіп айтады. Қатыгез өгей шешесі: «Қалай түсірсең, солай ұршықты алып шық» деп долданады. Қыз не істерін білмей әбден дал болады. Өгей шешесінен қорқып, көзін тарс жұмып, құдықтың ішіне секіріп кетеді. Қанша уақыт өткені белгісіз, көзін ашып қараса, көк шалғынның үстінде жатыр екен. Төбесінде күн жарқырап, айналасы алуан гүлге толы екен. Қыз орнынан тұрып бір соқпақ жолмен жүріп келеді. Бір кезде алдынан іші нанға толы пеш кездеседі. «Нандар бізді пештен шығаршы, әйтпесе біз күйіп кетеміз, әбден пістік» деп өтініш айтады. Қыз нандардың барлығын пештен шығарып алады. Солай жүріп келе жатса, алдынан енді алма ағаштары кез болады. Алма ағаштағы алмалардың көптігі соншалық сынып кетуге тұр екен. Сонда алма ағашы: «Мені сілкілеп жіберші, алмаларым әбден пісті» деп өтінеді. Алма ағашты сілкілегені сол еді, барлығы топ-топ етіп жерге түсе бастайды. Барлығын бір жерге үйіп, әрі қарай жүрісін жалғастырады. Бір кезде ол бір үйшікті көреді. Жақын келіп қараса, терезе алдында кәрі кемпір отыр екен. Кемпірдің аузындағы апсиған тістерін көріп, қыз қатты қорқып кетеді. Жалма-жан қашпақ болып еді. Кемпір: «Балақай, неден қорқасың? Үйге кіріп, менімен бірге тұр. Үйдегі шаруаны жақсы істесең, өзіңе жақсы болады» дейді. «Тек байқа, маған төсекті дұрыстап сал, жастықтарды әбден ұрып көпсіт, мамы үрпектері аспанға ұшатын болсын. Сол кезде бар әлемге қар жауады» дейді. «Мен бұрқасын қаншайыммын» дейді. Қыздың артынан айқайлап шақырып алады. Кемпірдің дауысы жұмсақ естілген соң, қыздың жүрегі орнына түсіп, кемпірдің қасында қалып шаруасын атқаруға кіріседі. Бұрқасын қаншайымның көңілінен шығуға тырысады. Оның астына салынған қос жастықтарын барынша ұрады. Сонда мамықтары қар сияқты айналаға ұшады. Сондықтан да қыз қаншайыммен жақсы тұрады. Қашанда алдында дәмді тағамдар жайнап тұратын болды. Осылай қыз бұрқасын қаншайыммен біраз уақыт бірге тұрады. Күндердің күнінде көңіліне мұң басып, туған үйін сағынады. Бұл жер оған өте қолайлы болғанымен, туған үйіне қайтқысы келеді. Ақыры кемпірге: «Мен үйімді сағындым, мен үйіме кеткім келеді» дейді. Сонда бұрқасын қаншайым: «Маған жақсы қызмет еткенің үшін мен сені өзім шығарып салайын» деп, қызды жетектеп үлкен қақпаның алдына алып келеді. Қақпа ашылады. Қыз қақпаның астынан өткенде жаңбыр алтын болып жауады. Басынан аяғына дейін төгілген алтын тамшылар сол күйінде үстінде жабысып қалады. «Бұл сенің маған адал қызметің үшін» дейді де, құдыққа түскен ұршығын қолына ұстатып, қақпаны жауып алады. Қақпа жабылған кезде қыз жер үстінде өзінің үйінің жанында тұрады. Ол өзінің ауласына кіргенде әтеш айқайлай жөнеледі. Ол сол құдықта қонақтап отыр екен. «Кукарику, кукарику,
алтын қызымыз келді дейді. Қыз үйіне кіреді. Бастан аяқ алтынға малынған қызды көрген өгей шешесі мен әпшесі жылы қарсы алады. Қыз оларға бастан кешкенін түгел баяндап береді. Адам сенгісіз мол байлыққа қалай жеткенін естіген өгей шешесі өзінің жалқау көріксіз қызының осындай байлыққа жетуін армандайды. Солай қызын құдықтың жанына жіп иіруге жібереді. Ұршығы қан болу үшін ол өз саусағын әдейі қанатады. Ұршықты суға лақтырып, өзі де қоса секіреді. Ол да жер астына түседі. Сіңлісі айтуы бойынша соқпақ жолмен жүре береді. Соқпақ жол пешке алып келеді. Пештің ішіндегі нандар бізді пештен шығар, әйтпесе күйіп кетеміз, әбден пістік дейді. Бірақ жалқау құс қолымды бұлғағым келмейді дейді де әрі қарай жүріп кетеді. Енді алдынан алма ағашы кездеседі. Мені сілкілеп жіберші, алмаларым әбден пісті деп өтінеді. Алмаларың басыма түссе қайтемін деп жауап беріп әрі қарай жүрісін жалғастырады. Бұрқасын Қаншайымның үйіне жақындаған ол мүлдем қорқыныш сезінбейді. Өйткені кемпір туралы сіңлісінен естіп алған болатын. Бірден оған үй қызметшісі болып жалданады. Бірінші күні Бұрқасын Қаншайымның не айтса да соны орындап жұмысын жақсы атқарады. Сонда оның ойы тек кемпірдің алтыны еді. Екінші күні оны жалқаулық баса бастайды. Үшінші күні одан сайын ерінеді. Одан кейінгі күндері тіпті таңертең тұрғысы келмейді. Бұрқасын Қаншайымның жастықтарын қопсытып, көпсіткісі де келмейді. Мамықтарын ұшырып қара жауғызбайтын болады. Бұның бәрі Бұрқасын Қаншайымға ұнамайды. Солай оны жұмыстан босатады. Жалқау құс үстіне алтын жаңбыр жауатын уақыт келді деп қатты қуанады. Қаншайым бұл қызды да қақпаға алып келеді. Қақпадан өткен кезінде қыздың үстіне алтын жауынның орнына май төгіледі. Қаншайым бұл сенің жұмысыңның төлемі дейді де қақпаны жауып алады. Бастан аяқ қара майға шыланған қыз үйіне осылай келеді. Оны көрген әтеш айқайлап елге жар салады. Кукареку, кукареку, киелеш қызымыз келді дейді. Солай жалқау қыз өз жазасын тартады. Қанша жуынса да қара майы оның үстінен өлгенше кетпеген көрінеді.